Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза Рыбатова. Бүгін сіздерге өте керемет әрі дәмді болып шығатын испанский десерт чурростың рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алғаш жасап жегеннен адамды өзіне баурап алатын дәл осы қытырлақ десерт барлық жанға ұнайды деген сенімдемін. Алдымен керекті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Бізге сары май, ұн, су, жұмыртқа, қант және де тұз керек болады. Алдымен отымызды жағып, отымызға түбі қалың ыдысымызды қоямыз. Жұқа ыдысты пайдаланбаңыздар. Алдымен суымызды, одан кейін сары майымызды салып, тұз бен қантымызды салып, толық барлығы ерейін дегенше баяу отта ұстаймыз. Қатты отқа қоймаңыздар. Тек дәл осы массамызды баяу отта қайнайын дегенге дейін ұстаймыз. Қайнатпауымыз керек. Толық араластыра отырып осылай ертіп аламыз. Осылай енді қайнап жатқан кезде бірден астын өшіріп, ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыздың салғаннан кейін бізде осындай қоймалы масса пайда болады. Қорықпай толық араластыра бастағаннан кейін, бөлек үстелдің үстіне алғаннан кейін бізде осындай өте керемет қамыр пайда болатын болады. Арасын осындай силиконды күрекшемен араластыра отырып, толық суытып алуымыз керек. Осылай суығаннан кейін біз жұмыртқамызды саламыз. Бірінші жұмыртқамызды салғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде осындай жабысқақ қамыр пайда болады. Екінші жұмыртқамызды салғаннан кейін тағы да жақсылап араластырып аламыз. Біз үшінші жұмыртқамызды салғаннан кейін бізде лента тәріздес қамыр ағып тұруы керек. Сол кезде біздің тестамыз дайын болады. Жақсылап араластырып толық бір келкі масса қылып аламыз. Қамырымыз біздің осылай үлкен лента тәріздес ағып тұру керек, яғни біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Енді біз кондитерлік мешогымызды дайындаймыз. 2 қабаттап мен кондитерлік мешокты дайындап қойдым. Насадка салдым. Насадка жоқ болса, сіздер кондитерлік мешоктың тек басын кесіп қолдана берсеңіздер болады. Біздің дайын қамырымызды салып алғаннан кейін алдын ала майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майға салыңыздар. Егер де қызбаған майға салсаңыздар, сіздердің чурростарыңыз жабысып қалады. Және де бұл чурростың ерекшелігі сарғайтып емес, қызартып, керемет қылып алсаңыздар, қытырлақ, өте дәмді әрі керемет болып шығады. Барлығын осы пышақтың көмегімен түсіре отырып пісіріп аламыз. Өте керемет болып шығады, әрі тез жылдам дайындалады. Біз чурростарымызды осылай қызартып алуымыз керек. Егер де сарғайтып алсаңыздар, ол жұмсақ болып қалады. Қызартып алсаңыздар, өте керемет қытырлақ болып шығады. Осылай пісіп шыққаннан кейін қантқа немесе қант тұтқа ұнатсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Маған өте қатты ұнады. Осылай шоколадпен ұсынсаңыздар, одан да керемет. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді әрі керемет десертті жасап көруді міндетті түрде ұмытпаңыздар.